Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен бірге 7-ші сыныпқа арналған қазақ тіл сабағынан ғылыми фантастика бөлімі бойынша ТЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Егер менің еңбегімді бағалап, маған тіркелетін болсаңыздар, келесі жолы ТЖБ тапсырмасында әзірлеуге дайынмын. Ал балалар, олай болса, тапсырманы орындауға кірісейік. Бұл жерде сіздерге бір тапсырма берілген. Оқшау сөздерді қолдана отырып, ғылыми фантастикалық әңгіме құрыңыз. Стильдік айырмашылығына көңіл бөліңіз. Сөз саны 45-60 болу керек делінген. Және сіздерге астында мынау ғылыми фантастика жайлы сіздерге кішкене болса да тоқталып ақпарат беріп өткен. Осыны бір оқып алыңыздар және астындағы мына қызылмен ерекшеленген жауапты өздеріңіздің дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бұл сіздерге ғылыми фантастикаға арналған әңгіме, оның ішінде оқшау сөздерді қолдана отырып жазылған. Ал олай болса, Арман, қалайсың? Естідің бе? Бүгін жаңалықтан жерден басқа да планетада тіршілік бар екенін айтты. Оған бірнеше шетелдік ғалымдар ұшып барып қайтыпты. Менің ойымша, бұл жаңалық емес. Сен келісесің бе, Мақсат? Ол планетаның адамдары баяғыдан бізге келіп кетіп жүр. Тек біз оны байқамаймыз. Қысқасы, мен оларды бірде жолықтырдым, үйге қонаққа шақырдым. Өзге планеталық асығыс екенін айтып, маңызды жұмыспен жүргенін айтты. Ойпырмай, ол қандай шаруа болды екен деп сұрағанымда, жер шарын апаттан құтқаратын құрылғы ойластырып жатқанын айтты. Енді балалар, бұл жерде сіздерге ерекшелеп қойдым. Асты сызылған сөздер, оқшау сөздер. Мысалы, арман, бұл қаратпа сөз. Менің ойымша қыстырма сөз. Мақсат, қаратпа сөз. Қысқасы деген қыстырма сөз. Және ойпырмай деген одағай сөз. Ал енді, балалар, осымен БЖБ тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.